Қарашы, Алан 5 ашық хат жасады. Ал Дана болса, 2 есе артық жасады. Дана неше ашық хат жасады? Есепті шешу үшін есептің шартын құру керек. Біз Аланның 5 ашық хат жасағанын білеміз. Ал Дананың 2 есе артық ашық хат жасаған айтылған. Сен қалай ойлайсың? Дана жасаған ашық хаттар саны белгілі ме? Дұрыс, неше екенін білмейміз. Сондықтан сұрақ белгісін қойдық. 2 есе көп деген нені білдіреді? 5-тен 2 рет аламыз. Демек, 5-ті 2-ге көбейтеміз. 10 болады. Енді есептің сұрағына жауап береміз. Дана 10 ашық хат жасады. Ал енді кері есеп құрастырайық. Дананың 10 ашық хат жасағаны белгілі. Ал Алан болса, 2 есе кем жасады. Алан неше ашық хат жасады? Есепті шығару үшін шартын құрып, шешу керек. Бізге Дананың 10 ашық хат жасағаны белгілі. Ал Алан одан 2 есе кем жасады. Бұл белгілі ме? Қалай ойлайсың? Дұрыс, бұл белгісіз сан. Сондықтан сұрақ белгісін қоямыз. 2 есе кем деген нені білдіреді? Дұрыс, онда 2-ге бөлеміз. Неше шығады? Дұрыс, 5 ашық хат. Енді есептің сұрағына жауап бере аламыз. Алан 5 ашық хат жасады. 2 есепке де мұқият қара. Бірінші есепте 2 есе артық десе, 2-ге көбейттік. Екінші есепте 2 есе кем десе, біз 2-ге бөлдік. Есіңде сақта, егер есе артық десе, көбейтеміз. Егер есе кем десе, онда бөлеміз.